Сіз білесіз бе? Қазавтожол ұлттық компаниясында сатып алу рәсімдері қалай жүзеге асады? Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес елімізде сатып алудың екі ірі жүйесі бар. Бұл мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік субъектілердің сатып алу рәсімі. Қазавтожолдың сатып алу рәсімдері дәл осы екінші пунктіге қарасты. Қазавтожол тек халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдарды күтіп ұстау, салу және жөндеу бойынша жұмыстарды сатып алады. 2020 жылғы қаңтар айынан бастап Қазавтожол электрондық сатып алуды goszakup.gov.kz сайты арқылы жүзеге асырады. Сатып алудың ережелеріне сәйкес, бұл веб-портал демпингті және шартты бағаларды өзі есептеп, жеңімпазды анықтайды. Сатып алу рәсімінің кезеңдері мен мерзімдері жұмыс түріне байланысты негізгі талаптар сатып алу ережелерінде айқын белгіленген. Шартқа қол қойылғаннан кейінгі 10 жұмыс күнінің ішінде тендер жеңімпазы қаржылай салым, банктік кепілдеме немесе тапсырыс берушінің үлгісі бойынша жасалған сақтандыру келісім шарты түрінде шартты орындау кепілдемесі мен авансты қайтару кепілдемесін ұсынады. Ережелерге сәйкес, Қазавтожолдың сатып алу рәсімдеріне алдын ала біліктілік сұрыптауы қолданылмайды.